Сәлем достар, қалайсыңдар? Бұл кубик рубикті құрастыру видео сабақтарының 5-ші бөлімі, яғни соңғы бөлім, финишқа да жетіп келдік. Бұл бөлімде біз соңғы қабатты құрастыратын боламыз. 4-ші бөлімді үздік аяқтаған болсаңыз, сізде мынау сары қабаты, сары бөлігі, кубик рубиктің сары қалпағы құрастырылған болатын. Осы 4-ші бөлімнен кейін бізде екі түрлі жағдай кездесуі мүмкін. Ол қандай жағдай? Егер де үстіңгі қабатын қарайтын болсақ, мына жерде кубиктер бар, бізде сәйкес келетін түстері сәйкес келетін екі түрлі бұрышты кубиктер керек болады. Мысалы, мына жерде бізде қызыл түсті бұрыштағы кубик екеуі тұр. Оны бұлай солға бұрып аламыз. Сосын мен сізді қуантатынын, ешқандай формуланы осы жолы жаттау қажет жоқ. Біз алдыңғы бөлімдердегі формулалар қолданатын боламыз. Біреуі, ең бірінші біз минус формуласын қолданамыз, таяқша. Одан кейін қолданатын формуламыз біздің бұрыш формуласы. Бұл қандай формула болған? Осындай болған бізде. Қарастырамыз. Ал бұрыштың формуласы енді дәл осы жерде бізге сәйкес келетін екі түсті кубик бұрыштағы сәйкес келетін болса, оны солға қарай бұрып аламыз. Бірінші минус формуласын қолданамыз. Одан кейін біз жалғастырамыз, бұрыш формуласын қолданамыз. Бұрыш мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, бізде соңғы қабаттағы, кубик рубиктің соңғы қабатындағы бұрыш кубиктері орындарына келді. Мысалы, қызыл, көк, сары, қызыл, сары, көк. Мына жерде бүйір қабырғалық элемент орнына түсті. Тек бізге бұл жерде керегі мынау үшеуін көріп тұрсаңыз, көкті мына жерге, жасылды мына бетке, қызылды мына бетке. Осындай ретте қабырғалық элементтерін бұруымыз керек болады. Бұл жағдайда, мысалға, сізде ешқандай түс сәйкес келмейді. Не істейсіз бұл жағдайда? Бұл жағдайда дәл сол алғашқы минус формуласын қолданасыз. Одан кейін бұрыш формуласын. Көріп тұрғаныңыздай, бізде екі түс сәйкес келді. Керек десеңіз, үш түсті сәйкес келді. Дәл керегі бізге осы. Осы жерден біз сәйкес келетін екі түсті бұрыштағы кубикті солға қаратып аламыз да, формуланы тағы қолданамыз. Бұрыштық формуласын бірінші, минус формуласын. Одан кейін бұрыш формуласы. Осындай жағдайға келдік. Бұлай минус формуласы мен бұрыш формуласы қолданғаннан кейін сізде үш түрлі жағдай болуы мүмкін. Біреуі үш түрлі деген төрт түрлі негізінде. Біреуінде жаңағыдай несі сәйкес келеді. Біреуі орында тұр, қабырғасы, ал үшеуін біз орнына ауыстыруымыз керек. Мысалы, жасылды мына жерге, қызыл сары мына жерге, розовый, мына жерде қызылды осы жерге, бұлай. Осы жерден біз қандай формуланы қолданамыз? Сол жақ тұрған жасыл кубикті оңға қарай жылжыту үшін
яғни бәрін осы ретте жылжыту үшін біз сол жақтан бастаймыз. Алтын балық формуласынан естеріңе түсірсеңіздер. Ары қарай жалғастырамыз. Оң жақ алтын балық формуласымен. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай бізде кубик рубик шықты. Келесі жағдайда бізде дәл сол ұқсас жағдай. Бүйір қабырғалық элементі орында тұр біреуі, ал қалған үшеуіміз реттеріне келтіруіміз керек. Көкті, мысалы, солға қарай, жасылды қарама қарсы бетке, қызылды мына бетке. Бұл жерде өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар, иә, солай. Бірінші оң жақ алтын балық формуласынан бастаймыз. Сол жақ. Мінекей біздің кубигіміз шыға келді.